Dayındaytın reseptimiz kanfan, ол үшін бізге ет, болгарский бұрыш, полугор киперец, бассай, пияз керек болады, және де чеснок. Біз етті қазір чеснок, соевый соус, май, тұзбен маринадтап алдық. Қазір қуырамыз. Етімізді жақсылап қуырып аламыз. Пиязымыз бен чесногымызды саламыз. Етімізді пияз бен жақсылап қуырып алдық. Енді қалған овощтарымызды салып, дайын болғанша қуырып аламыз. Кішкене ғана соя соусын құйып жібереміз. Етіміз қуырылды. Тамағымыз дайын. Қазір күріш пісіп тұрған күріштің жанына қойып, тарелкаға әдемілеп саламыз. Тамағымыз дайын болды. Ас болсын.